Бұқараның бас ауруына айналған баспана мәселесі қашанда өзекті. Қадірлі көрермен, бүгінгі тақырыпқа қатысты ой-пікірлеріңіз бар болса, желі ашық. Ал мен студияға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі тұрғын үй құрылысы және жаңа құрылыстың инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту бөлімі басшысының міндетін атқарушы Марат Жарбулов. Сондай-ақ ортамызда Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының бас сарапшысы Абылайхан Русланұлы. Және жылжымайтын мүлік нарығының сарапшысы Рүстем Ермекбаев, ипотекалық компанияның директоры Ерболат Мыңышбай. Мырзалар, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Енді бірден әңгімеге тұздық болсын тақырыпқа бізге деректі экранға беріп қойыңыздар. Отау және наурыз бағдарламаларының шарттары төңірегінде. Жаңа енді эфирден әңгімелесіп жатырмыз. Бүгін 25 қыркүйекте аяқталады. Сағат нешеге дейін өтім береді? 21:00-ге дейін өтім беруге болады. Сонымен бұл бағдарламалардың шарттары қандай еді? Бастапқы жарна 20%, сыйақы мөлшерлемесі әлеуметтік осал топтарға 7%, өзге азаматтарға 9%, несиелеу мерзімі 19 жылға дейін дейді. Ал енді несие сомасына келетін болсақ, Астана, Алматы қалаларында 36 миллион, басқа аймақтарда 30 миллион деген деректер тағы бар. Енді Рүстем мырза, Ерболат мырза, сіздерді әңгімеге тартайық. Жалпы мынау 7 және де 9 деген пайыздарды көрдік қой. Соның басын ашып беріңіздерші көрермендерге. Кім 7%-мен, кім 9%-мен алады? Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары бұл жерде 7%-мен алады. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары заңына байланысты үй кезегінде тұрған, осыны талқылай кететін болсақ, көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған немесе соларды асырап отқан отбасылар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жаңа Қазақстан Республикасының заңына байланысты үлкен созылмалы ауру түрімен ауыратын азаматтар, және басқа елді мекендерде соғыстарда болған ардагерлер және соларға теңестірілгендер, кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған жетім балалар, 29 жасқа дейін, толық емес отбасылар, бірінші, екінші топ мүмкіндігі шектеулі азаматтар, зейнет жасына байланысты зейнеткерлер халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жатады. Яғни 7%. Осы кісілер 7%-бен ипотека рәсімдей алады, көп балалы отбасылар. Бұл бағдарламаға бірден қатысу керек, және қатысып негізгі тізімге өткен жағдайда ғана ипотека рәсімдейтін кезде 7%-лық мөлшерлемемен баспана ала алады. Ал қалған азаматтар, яғни қарапайым жүргізуші, саудагер, жаңағы осы жерде бізді видеоға түсіріп отқан видеооператорлар, қарапайым азаматтар 9%-пен ипотека рәсімдей алады. Ерболат мырза, сіз мына сұраққа жауап берсеңіз. Бұл жерде бал жинау дейтін дүние бар екен. Ол балды кім жинайды, қалай жинайды? Ол бал жалпы түпкі үйді алуға келген кезде неге әсер етеді? Жақсы, жалпы тапсырыс беріп үлгерген азаматтарды енді отбасы банк іріктеу жасайды. Іріктеуді барлығына бірден келісім бермейді. Оның ішінен балдық жүйемен іріктеу болады. Балдық жүйе ең біріншісі депозиттің банктік сыйақысына байланысты болады. Ол жерде әрбір сыйақыға 10.000 сыйақыға 1 балл қосылатын болады. Егер тапсырылған азамат некеде тұрған болса, онда 5 балл қосылады. Егер баласы бар болатын болса, 10 балл қосылады. Егер әлеуметтік осал тобы, жаңа Рүстем мырза айтып кеткен, сол салаларға жататын азаматтар болатын болса, оларға тағы да қосымша 10 ұпай қосады. Және егер қатысушы азаматтың жасы 35-ке дейінгі болатын болса, оғанда тағы да 5 балл қосылады. Енді осы орайда бір айта кететінім, қазіргі әлеуметтік желілердің барлығында жарнама кетті. 1 миллион теңге саласаңызда қатыса беріңіз, үйлі боласыз деген ақпарат тарап кетті. Сондықтан көп халықтың көбісі қалай ойлады? Менде депозитім жоқ, депозитімді ашайын да 1 миллион салайын, қатыса берейін деп ойлайды. Шын мәнінде келген кезде жеңілдетті деп еді ғой. Жеңілдетті, иә. Бұрын ол жағынан жеңілдетті. Бұрын қатысу үшін 1,5 жылдық мерзімі бар депозит керек еді. Қазір өте ыңғайлы қылып қойды. Депозитті жаңа ғана аштыңыз, миллион теңге салдыңыз, қатыса беріңіз. Қатысуға 1 миллион теңге жеткілікті болып тұр. Енді мен айта кететінім, көп азаматтарға 1 миллион теңге сала салып қатысқан азаматтарда, егер осал топқа кірмейтін болса, егер баласы жоқ болатын болса, некесі жоқ болатын болса, тем более егер 35-тен асып кеткен азамат болатын болса, ода балдық жүйесін 0-ге тең деп айтсақ та болады. Неге? Өйткені жаңа ғана ақша салды, банктік сыйақы ешқандай жоқ. Енді Марат мырза, мына нәрсені айтыңызшы, жаңа тізім туралы айтып жатырмыз ғой, тізімнің төңірегінде. Мысалға, қазіргі таңда қанша адам өтінім бергені туралы бізде аз деген дерек бар ма қазіргі таңда түскен? Және де қанша адам ала алады? Және де енді өтінім бергеннің барлығына, жаңа азаматтар айтып отыр, барлығына бірдей бере қояды дейтін сөз емес дейді. Мысалы, өтінім берді, әрқайсыны қараған кезде кім келмейді, соны алып тастап отырып, астыдан үстіге қарай тізім жүре бере ме? Қалай болады? Енді ол жақта балдық система қазір айтап өтті. Биылғы жоспар енді 12.000 займ болып отыр.
24 жылға, иә? Иә. Осы бағдарлама 8 жыл жұмыс істейді. Жалпы 68 мың займды беруді жоспарлануда. Осы бағдарлама арқылы. Наурыз бағдарламасы. Енді көрермен көкейінде Наурыз отау деп жатыр, бұл түбі айналып барған кезде бір бағдарлама болып кете ма, жоқ әлде әзірге осылайынан екі бағытпен жүре бере ме? Болашақта бір бағдарлама болып кетуі мүмкін. Талаптары да ұқсас екен. Талаптары мен қазір шарттары бәрі теңестіріліп қойды ғой. Неге десеңіздер, отау бағдарламасы бойынша қаражатты отбасы банкі бөледі. Оны өзі ресми ақпараттарда өздері айтты. Ал Наурыз бағдарламасы бойынша қаражатты үкімет бөледі. Қазір болып жатқан бағдарлама бұл қосымша конкурс. Қосымша конкурс болғандықтан бұл жерде шарттары мен талаптары барлығы бірдей. Но болашақта екі бағдарлама шарттары мен талаптары екі түрлі болуы мүмкін. Но келе арғы жылдары, алдыңғы жылдары бара-бара екі бағдарламаны біріктіріп жіберуде мүмкін. Яғни халықты шатастырмас үшін да, ана бағдарламаның шарты мынандай, мынаның талаптары анандай деп ми ашу болмас үшін, қарапайым тілде айтқанда, екі бағдарламаны біріктіріп, бір ортақ бағдарлама жасай салуы да мүмкін болашақта. Енді 12 мың дедіңіз, иә, қателеспесем, 24 жылға біз жаңа беруі мүмкін жаңағы ипотеканың саны. Баспанамен қамтамасыз етуіміз керек 12.500 азаматты Наурыз бағдарламасы бойынша, ал отау бағдарламасы бойынша 8.000 азаматты баспанамен қамтамасыз етуіміз керек етін. 20 мыңға жоқ қой сонда ортақ. 20 мыңға жоқ, былай айтатын болсақ, екі бағдарламаны қосатын болсақ. Енді бұл бағдарламаның негізгі конкурсы болып кеткен болатын. Сәуір айында, маусым айларында. Бұл болып жатқан қосымша конкурс. Бұл нені білдіреді? Яғни бөлінген қаражат игерілмей жатыр деген мәселені тудырып отыр. Неге десеңіздер, бұл жерде бағдарламаның кемшілік тұстары өте көп. Қарапайым азаматтар төлем қабілетін растау кезінде тұтырқанып жатады, мысалы, доходтары жетпей жатады. Немесе негізгі тізімге өтіп, баспана іздеу мәселесінде кемшіліктер болып жатады. Көп ірі қалаларда баспана бар болуы мүмкін, бірақ кішігірім қалаларда, яғни Тараз, Алматы қаласының өзінде баспана тапшы болып жатыр. Өйткені баспананы бірінші нарықтан алады ғой. Яғни баспана таппай жүрген азаматтар бар, негізгі тізімге өтіп, төлем қабілетін растап қойған, но пәтер жоқ. Оларға 6 ай рұқсат береді, 6 ай ішінде пәтер ал деген сияқты. Кейбір азаматтар негізгі тізімге өтеді де, пәтер алайын десе, ол беріліп жатқан пәтерлердің бәрі қара әрлеумен беріледі. Черновая отделка дейді ғой. Оған жөндеу жұмыстарына қосымша қаражат керек. Олардың қалталарына ауыртпашылық түскендіктен кейбір азаматтар бас тартып жатыр. Яғни болашақта бұл бағдарлама дәл осылай қаражат игерілмей қала беретін болса, яғни бұл бағдарлама жабылып қалу мүмкін ба дегенде осындай бір қауіп бар да негізі. Бұл бағдарлама бойынша мысалы төлем қабілетін растау жеңілдетілген түрмен көрсетілген. Бірақ соның өзінде де кейбір азаматтар төлем қабілетін растай алмай жатады. Қарапайым бойдағы азаматты алып көрейік мысал ретінде. 36 миллионға Астана қаласынан бір бөлмелі пәтер алам десе, оның ай сайынғы төлемі 363.600 теңгені құрайды екен. Мына 19 жылға созғанның өзінде ме? Иә, 19 жылға созғанның өзінде. Ай сайынғы төлемі 363.600 теңге. Бойдағы азамат, кредиті жоқ. Мен сіздерге Қазақстан Республикасында сирек кездесетін азаматтың портретін айтып жатырмын. Сипаттап берейін, иә. Енді ол азамат өмір сүру үшін оған 10 МРП жаңа күнкөріс деңгейін алып тастайды екен. Оған 37 мың. Сонда ол азаматтың айлығы 401 мың теңге болу керек, таза қолына алатын. Ал егер оның 100 мың теңге кредиті болса, 501 мың теңге таза қолына айлық алу керек. Ондай азамат жоқ қой. Ал көп балалы отбасын салыстырып көрейікші, мысалы, көп балалы. 4 баласы бар, әйелі, күйеуі бар. Олар 36 миллионға үй алам десе, ай сайынғы төлемі 303 мың теңге екен. Жаңағы 6 адамға өмір сүру үшін 221 мың теңге қосымша қаражат керек. Сонда олардың зарплатасы 530 мың болу керек, табысы. Көп балалы отбасылар 530 мың айлық алмайды ғой. Сәлеметсіз бе дейсіз ғой осы жерде. Иә, сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, дәл осы пайыздық мөлшерлемені тағы да төмендету керек. Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына, сонымен қатар мынау Қазақстан Республикасында мынандай заң қабылданайын деген болатын 2022-21 жылдары. Лестница доступности жилья дейді ғой, орысша айтқанда, қол жетімді баспана баспалдағы деген. Яғни әлеуметтік жағы осал топтары әркімнің зарплатасына байланысты пайыздық мөлшерлемені дәл осы бағдарламаға жаңағы тағайындасақ, нұр үстіне нұр болар еді. Мысалы, отбасының табысы жан басына бөлгенде 3/1 күнкөріс деңгейінен аспаса, оларға 5% деген сияқты. 3/1 күнкөріс деңгейінен асып тұрса, оларға 7% деген сияқты. Айтсам, нағарқымен кім үй алады дейсіз ғой? Кім үй алады? Бұлай осылай арғарта қосымша конкурстар осылай жалғаса беретін болса, мысалы, бұл үкімет қарайды ғой. Халыққа үй керек емес екен, бұл ақшаны бекерден бекер бөліп жатырмыз ба дегенде сұрақ туындауы мүмкін ғой. Марат мырза, сіздің құзырыңызда осы сұраққа жауап беруге мүмкіндік бар ма? Мысалға, Наурыз бізде мемлекеттік өкіметтің бағдарламасы, иә? Мемлекеттік бағдарлама. Наурыз бізде енді мемлекет тек қана субсидиялайды. Отбасы банк нарықтан алады, қаражатты біз тек қана субсидиялаймыз.
Екіншіден, біз осал топтағы азаматтарға бізде басқа бағдарламалар бар, өзіңізге белгілі. Ол бақытты отбасы мен шаңырақ 2% және 5%-ық мөлшерлемесімен. Бірақ ол бағдарлама қарқынды жүріп жатқан жоқ қой. Соңғы 3 жылда алып қарайтын болсақ, мысалы кейбір өңірлерде мүлдем бұл бағдарлама бойынша бағдарлама болып жатқан жоқ. Мүлдем жоқ. Мысалы, Талдықорған қаласында міне енді басталды, Талдықорған қаласында. Мысалы, Абай облысында бұл бағдарлама жоқ. Батыс Қазақстан облысында бұл бағдарлама болып жатқан жоқ. Себебі ол жақта құрылыс компаниясы үй салып жатқан жоқ қолжетімді баспанамен. Ол жерде 1 шаршы метрдің бағасы 140 мың мен 272 мың теңгенің арасында. Ол құрылыс компаниясы оған салайын десе, оларға мемлекет субсидия бөлу керек та, мысалы. Ол өз қаражатына салмайды ондай қолжетімді баспананы. Яғни ондай бағдарлама бар, аты бар, заты жоқ бағдарлама дейміз оны. Ерболат мырза, мына жерде бастапқы жарнанан 20% деп біз белгілеп отырмыз. Бірақ мысалға мәжіліс депутаты Наурыз Сайлаубай айтады, айына 85-100 мың теңге ғана алатын адамдар ипотекалық несиенің бастапқы жарнасында жинай алмай отыр дейді. Оларға 20-30% бастапқы жарна өте көп деп сауал жолдаған екен үкіметке, бірақ үкімет әзірге бұл төңірегінде жағы ашпаған. Енді жаңа бір мысалды айтылды. Енді осы төңірегінде алғаш жарна бойынша бұл жерде бұл бағдарламаның бір қасиетін айтайын. Егер негізгі тізімге өтіп кетсе азаматтарға, оларға белгілі бір уақыт береді. Мысалға, алдыңғы негізгі конкурс болған кезде 2 ай уақыт берген. Осы 2 ай уақыттың ішінде ол кісілер жаңағы мойында тұрған несиелер бар болатын болса, олардың барлығын жауып, несиеден таза болып, сосын барып төлем қабілеті өтіп алуға мүмкіндік береді. Осы 2 айдың ішінде. Одан кейін ол кезде төлем қабілеті растаған кезде алғаш жаңағы миллион теңгемен өтті, бірақ жаңа 20% толтыру шарт емес. Түсініңіз ғой, алып алды. Алғаннан кейін 6 ай уақыт береді. 6 ай уақыт бергенде 6 айдың ішінде үйді тауып келіп, үйдің жаңағы оценкасы дейміз ғой, соны жасап, міне осы үйді алатын болды, нақты осыған келістім деген кезде, барып банкке барған кезде, сол кезде ғана жаңа алғаш жарнаны толтыруға мүмкіндігі бар. Яғни менің айтпағым 2-3 айдың ішінде егер мүмкіндігі бар болатын болса, алғаш жарнаны жинап алуға мүмкіндік бар. Бірақ дегенмен де бұл бағдарламаға әлеуметтік осал топтар қатысатынын ескеретін болсақ, оларға шындығында да жаңа депутат мырза айтқандай, шынымен де 20% жинаудың өзі де ауыр. Сондықтан мынандай мүмкіндік бар да, жилищный сертификат деген, тұрғын үй сертификаты деген бар. Жаңа мына Марат мырза айтқандай бағдарлама бар ғой, бұрынғы бақытты отбасы шаңырақ деген қазіргі жаңа концепция дейміз. Сол жаңа концепция аясында бағдарламамен үй алған жағдайда акимат тарапынан 1,5 миллионға дейін алғаш жарнаға көмек береді, субсидия береді. Егер сол субсидия беру үрдісін осы бағдарлама қосып қоятын болса, онда мына жаңа 7%-ін алып жатқан осал топта азаматтарға өте керемет жақсы мүмкіндік болар еді. Оның шешімі осылай деп мен көзім. Басқа да талаптар, менде енді сіздерге бірнеше сұрақ қойғым келген, бірақ сіздер жаңағы есептеп бергеннен кейін, сіз жаңа мәселені айтқаннан кейін, мына сұрақтар өзінен өзі түсіп қалған сияқты. Жаңа міне айтып отырмыз ғой, Астана Алматы қалаларында 36 миллион, басқа аймақтарда 30 миллион. 30 миллионда. Енді ондай үйді алу үшін жаңа сіз есептеп бердіңіз. Қанша жыл? 19 жылда қанша айына? 300? Егер қарапайым азаматтар алатын болса, 9%-мен несие рәсімдейді, 363.600 теңгені құрайды ай сайынғы төлем. 363.600. 36 миллион теңгеге қарыз алам десе. 36 миллион. Енді Рүстем мырзаның айтып тұрғаны дұрыс, бұл енді максималды үйді алып отыр 36 миллион. Бірақ бұл жерде тек қана 36 миллион үйін ғана алыңыз деп сізге ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ. Тауып енді одан арзан аласыз. Арзан болады. 25-ке алыңыз, 20-ға алыңыз, 15-ке алыңыз егер тауып жатсаңыз. Ал енді мына осы сәтті пайдаланып, көрермендерге олар ойлайды, 36 миллионға 360 мыңның шамасында болса, 20 миллионға қанша болады екен, 25-ке қанша болады екен, ай сайынғы төлем. Енді оның оп-оңай әдісін айтып берейін. Ешқандай жаңағы есептеудің қажеті жоқ. Мысал үшін 36 миллион болатын болса, оның 2 нөлін алып тастасаңыз, 360 мың шыға ма? Сол 360 мың шамасында болады, ай сайынғы төлем. 25 миллионның үйіңіздегіңіз кетіп тұр ма? 2 нөлін алып тастасаңыз, 250 мың теңге болады. Айына. Яғни өзіңіздің шамаңызға қайсысы келеді, соны өзіңіз есептеп алыңыз. Болды. Алдымен бір үйге жетіп алу, ақырындап ол 9%-бен есептеген жағдайда. Ал енді 7%-бен одан да төмен болады ай сайынғы төлем. Тағы бір сұрақ. Мына жерде моноқалалар мен ауылдарда екінші нарықтағы үйді сатып алуға болады дейді. Болады. Бұл қалай іске асады? Одан кейін мысалы ауылдағы бір кісі көріп отыр делге, мысалы қазір Сәкен ағамыз отыр, мысалы көршісі Күлпаш апай балалары өсті қалаға көшті, ана үйді алып қалғысы келеді.
Оның критерийлері қалай болады? Міне қараңыздар, дәл осы жерде қарапайым халыққа түсіндіре кетейік. Алматы, Астана, Шымкент қалалары бұл республикалық маңызы бар қалалар. Сонымен қатар облыс орталықтары, яғни Жамбыл облысында Тараз қаласы, Қостанай облысында Қостанай қаласы, жаңағы Абай облысында Семей қаласы деген сияқты облыс орталықтарынан тек қана құрылыс компаниясы салған үйден ғана аласыздар. Бірінші нарықтан. Оны орысша первичка дейді. Ал басқа өңірлерден, яғни екінші нарықтан да пәтер алуға болады. Бірақ кейбір азаматтар шатасуы мүмкін, сонау айдалада жатқан жаңағы қыстаудан, жайлаудан, алыстағы бір ауылдан үй алу мүмкін емес. Отбасы банкінің зона кредитования дегені болады, орысша айтқанда кредит беру аймағы. Қалай білуге болады? Оны әр өңірлерде отбасы банк бөлімшесіне барып білуге болады, немесе отбасы банкінің 300 колл-центріне хабарласып білсе болады. Мен мысалы Тараз қаласында жақын жерде осындай ауыл бар еді, сол ауылдан үй алсам бола ма деген сияқты. Сол кісілер айтып бере алады. Мысалы Астана қаласына жақын жерлерде Талапкер, Қоянды, Қызылсуат деген жерлерден. Жоқ, сондай жерлерден алуға болады. Қосшыдан, ол ауылдық елді мекендер, қалаға қатысы жоқ та, сондай жерден алуға болады. Тағы бір қосымша айтып жіберейін. Жаңағы тізімді қайдан алуға болады? Қай ауылдардан алуға болады деген тізімді зона кредитования дейді. Оны тіпті звондамай-ақ h8bk.kz деген отбасы банктың сайты бар. Соның ішіне кіріп, зона кредитования деп жазсаңыздар, поискке өзі шыға келеді. Оны скачать етіп аласыз. Ол бәріне доступны тұр. Енді қараңыз, тағы бір жинап алдық. Мысалға, жаңа 20 мың дедік екі бағдарлама бойынша. Бір өтінді міне алдыда қанша мың адам жинаған, соның бәрі өтпей қалған ба дейтін адам ойлануы мүмкін ғой. Неге қосымша жариялады мысалға? Қосымша конкурс болғандықтан Марат мырза енді айта жатар. Айта аласыз ба мысалы? Осыған дейін бір негізгі өтінім беру болды ғой. Ол аяқталды, енді қосымша тағы да бергізіп жатырмыз. Менің көзқарасыммен негізгі өтінімде көптеген азаматтар төлем қабілетін растай алмай қалды, немесе баспана таппай қалды, немесе жаңағы алатын үйлері черновой отделкамен болды да, сол жайынан бас тартты. Қосымша қаражат қалғандықтан қосымша осылай екінші мәрте конкурс болып жатыр. Мен дерек бірін ел бойынша дейді, Наурыз бағдарламасы бойынша 2000 адам алған дейді. Негізі 8000 адам алу керек. Отау бойынша 1768 дейді. Негізі 12500 адам алу керек етін. Бірден кейде аламыз ба соған қатысты? Енді жалпы бес саусақ бірдей емес, әр өңірде, например, ол жақта енді баспана мәселесі болды. Кейбір, например, облыс орталықтарында пәтер болған жоқ. Дайын пәтер болмағандықтан, ол басқа өңірге лақтырып, оны не істеп, қайта не істеді да. Соның есебінен енді жаңа конкурс не істеп. Алда уақытта осы өтінімдегілер мысалы талаптар келмесе, тағы қосымша өтінім жасалу, өтінім беруге ашылу мүмкін бе? Жылдың соңына дейін ол әбден мүмкін, сондықтан бұны қайта-қайта өтінім бермеу үшін жаңағы Ерболат мырза да айтып кетті ғой, бұл бағдарламаны пысықтап, кішкене шарттарын өзгерту керек. Яғни көптеген құрылыс компанияларына мысалы тапсырма беру керек. Үйді ремонтымен көбірек салыңыздар деген сияқты. Көптеген азаматтарда үйді пәтерді ремонтымен алғысы келеді. Баға одан сайын шығып кетеді ғой? Жоқ, ол жерде өзінің шарттары бар, жаңағы бағаны өсірмейтін. Отбасы банкі мен құрылыс компаниясының екі жақты келісімі болады, бір межеден бағаны асырмау керек деген. Яғни дәл сол бағада үйді ремонтымен салып жатқан компаниялар бар ғой. Нарықта бар ондай компаниялар, бірақ өте аз. Енді сапа туралы айтып қалдым. Сонымен қатар үйді сапалы салсын деген сияқты. Енді ол жағынан қазір осы тақырыпқа біз өтіміз келіп отыр, президенттің пікір беріңіздерші. Мінекей, сіздерге оқып берейін қазір. Экранға беріңіздер. Сатып алу құқығымен жалға берілетін баспана санын бірнеше есе көбейтуді үкіметке тапсырамын. Жеңілдетілген жаңа ипотеканың енгізілуі және жалға берілетін тұрғын үйдің көптеп салынуы құрылыс қарқынын арттырады. Логикаға сиямыз? Сияды негізі. Құрылыс қарқынын арттырады, жалға берілетін тұрғын үйлердің көптеп салынуы дейді, жеңілдетілген жаңа ипотеканың енгізілуі. Былайша айтқан кезде осы механизмді алға қарай жылжыту керек еді. Бірақ тағы президент берген тапсырманың ары қарай орындалуына келген кезде мәселелер бар екені ашылып жатыр. Ол да жасырын емес. Енді мына сұрақты қойғым келеді, мырзалар, сіздерге қойылу керек шығар бұл сұрақ. Сатып алу құқығымен жалға берілетін баспана санын бірнеше есе көбейту туралы тапсырмалар берілді. Бұл бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр? Жалпы ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында мемлекет басшысы аталған тапсырманы берген. Осы бағытта енді 272 миллиард теңгеге бөліп 17.300 пәтер алу жоспарлануда биылғы жылғы. Ол енді бірінші рет болып отыр осындай мәселе. Оға дейін Қазақстандық тұрғын үй компаниясы іске асырылған. Қазір енді сатып алу құқығынсыз беріп отыр бізде әкімдіктер. Енді осындай бағдарлама бар.
тиісті қаражат бөлініп жатыр. Қазір 2405 пәтер сатып алынды уже. Енді тиісті әкімдіктер енді кезекте тұрған азаматтарға беріліп жатыр. Яғни қаражат облыс әкімдіктеріне барып жетеді, ары қарай соның іске асуына облыс әкімдіктер жауапты болады. Олар бағалы қағаздарды шығарады, әкімдіктер оны тұрғын үй компания сатып алады. Содан кейін самұрық қазына арқылы сол ақшалар бөлінеді әкімдіктерге. Абылайхан Русланұлы, енді міне сапа мәселесіне келген кезде өзіңізді әңгімеге тартамыз. Мынау мемлекеттік тапсырыспен салынатын үйлер, я болмаса сатып алу құқығымен салынатын үйлерге келген кезде жасыратын жоқ, сапа мәселесі ақсап жатады. Егер де барлығы мінсіз дейтін болса, онда сізбен біз өтірік айтқандай болармыз. Сапа неге ақсап жатыр? Осы талап қою жағынан әлсіреп жатырмыз ба? Жоқ әлде тексеру талаптарына келген кезде бәлкім біз қолдан бюрократиямен қолын қысып отырмыз ба тексеретін адамдарды? Иә, саламатсыздар ма? Жаңа өзіңіз атап өткендей, біздер құрылыс талаптарын кезінде бизнеске көп жүктеу түсірмес үшін сәл жеңілдеткен болатынбыз. Қазір мысалға құрылыс сапасы, үйді салынып жатқан үйдің құрылыс сапасы құрылыс субъектілерінің міндеттеріне жатады. Әсіресе мердігерде және авторлық және техникалық қадағалау қызметтерінде. Жаңа сіз айтып өттіңіз, мемлекеттік және жаңағы сатып алынатын үйлердің сапасы нашарлығы дегенде біз ол жөнінде біраз қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізіп жатыр. Әсіресе бақылауды күшейту, талаптарды қатаңдату және құрылыс саласын жалпы автоматтандыру және цифрландыру жұмыстарын атқарып жатырмыз. Бұл сонда жаңа құрылыс кодексінің ішіне кіре ме? Жаңа құрылыс кодексінің ішіне біздер жаңа тетіктер енгізіп жатырмыз. Ол жаңа кодекста біздер рұқсат қағаздардың жаңа кодекста бізде сейсмикалық аумақтарда салынған объектілер паспорттандыру және жоспарлы инспекциялау. Мысалы, жаңа айтып өттік, неге бәсеңдеп қалды деген сияқты, жаңа тексеріс талаптары әлсіреп қалды деген сияқты. Кезінде 2016 жылға дейін объекттің пайдалануға берілуге мемлекет қатысатын еді. Сол 2016 жылдан бері қаратай қазір мемлекет қатыспайды. Құрылыс субъектілері өзі қабылдайды және тапсырыс беруші, мердігер, авторлық және техникалық қадағалау қызметкерлері объектінің өздері пайдалануға қабылдайды. Енді жаңа құрылыс кодексінде біз нормаларды ұсынған болатынбыз. Қазір қарастырылуда жоспарлы тексеріс. Ол дегеніміз, егер добросовестный дейді ғой, добросовестный тапсырыс беруші хабарландыру кезінде өзі бізге жоспар береді. Осы айларда біздің объектілеріңізді келіп қарасаңыздар болады деп. Сол кезде сол жоспарға сәйкес мемлекеттік сәулет құрылыс инспекторлары объектілерге барып, әкімшілік жазасыз тек қана нұсқама беріп, бұзушылықтар анықталған жағдайда нұсқама беріп қана шектеледі, және объекті біткен кезде сол нұсқамалар орындалған жағдайда объект пайдалануға беріледі. Абылайхан мырза, мынаны қараңызшы, сіз мемлекет қабылдап алмайды. Мысалы, технадзор деп айтайықшы, барлығы түсінетіндей, технадзор, технадзор тіке қабылдап алмай ма? Сонда салынған, мысалы, Астана қаласында бір үй салынды делік, салынып бітті. Ортадағы оны кім өткізеді былайша айтқан кезде? Оны дұрыс Тапсырыс беруші өзі өткізеді. Тапсырыс беруші өзі комиссия құрады. Мердігер, техникалық қадағалау, авторский қадағалау өздерінің заключенияларын береді, қорытындыларын береді. Үй пайдалануға дайын деп мердігер бәрі қол қойып, тапсырыс берушіге айтады, тапсырыс беруші сосын пайдалануға беру актісін қабылдайды. Жеке үй ғой, ол мысалы, жеке компания салып жатыр. Оның мысалы технадзор қарайды, оның құжаттарын ГАСКқа апарып өткізе ме? Жоқ, технадзор бұл жерде бізге ай сайын есеп береді. Құрылыс объектілері стадиялар бойынша біздерге есеп береді. Осындай кезеңде конструкциялар осындай және құрылыс объектісіне болған бұзушылықтар болса, сол есептің ішінде көрсетеді. Олардың берген есептерін сіздер қадағалайсыздар ма? Ол дұрыс есеп беріп тұрмай, бермей тұрмай. Мүмкін олар бұлай өзінің танысының бәрі жақсы жазып бере салғанша тезірек объектіні тапсыру үшін. Бұл жерде атап өткен жоқ, ол есеп деген біздер. Мемлекет неге араласпайды? Мен соны
Технадзор сонда жеке тұлға болып тұр ғой. жеке тұлғалар иә ғой ол олар. кәсіп нарық Нарықтағы- субъектісі қалалық ол. басқарма бар Иә. делік, қалалық басқарма бар. Олар- Ол тіке барып технадзордың қызметін атқара алмайды. Компания ортада технадзор бар, дұрыс қой? атап өткен керек иә Дұрыс қой, технадзор бар, бірақ енді мемлекеттің тарапынан да технадзор ананы тексеретіндей, оның сапасын тексеретіндей. Бірақ ол- технадзордың ақысын жалдамалы салып отқан компания төлейді. ол рас Иә. Енді осыдан жаңа бірінші нарықта не туралы талқылап отырмыз ғой. Мен мысалға ана орыстарда бір сөз бар ғой. Иә. Кто платит, тот и песню заказывает дейді. Иә, Мысалға иә. ше, Өте дұрыс сондай айтасыз. жағдай болып тұр ғой енді ашығын Иә. айтқан кезде. Ол компанияның өзінің технадзорлары да болуы мүмкін ғой.